Бүгінгі видеода досым 10 минутта 10 лапшаны жеп біте аламын. Егер де жеп бітсе, онда мен оған керемет сыйлық берем. Түрі қандай? Сөйлесең істейді. Умный дом сияқты да, типа? Музыка қос дейсің. Светті қос дейсің, қосады, өшір. Хотя қалай болса да бұл сыйлықты берем. Себебі алдыңғы жылы досым осы челленджге қатысып планшетінен айырылған болатын. Кстати, мен сындырдым. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып каналға жазылып кетейік, өйткені мен бұл видеоға көп еңбектендім және де көп ақша құрттым. Келесі видео тез шыққанын қалсаңыздар 169 мың подписчик немесе 3 мың лайк жинап тастайық. Әр күн сайын жаңадан видео шығып жатыр, сондықтан өткізе алмас үшін қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде басып кет, ал біз видеоны бастаймыз. Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сендер мәдетейін ерді, және де менің жанымда Арман маған айтты. Не деп айттың? Қайтан айтып жіберші. Алдында мен сенен ролтон челленджін ұтылып қалғам. Мен бүгін соны дайындалып келдім. Мен бүгін ұтам. Алдында дегенде, то есть бір жыл бұрын емес па? Бір жыл дайындалдым. Дайынмын ба? О, нормально. Ауызға көрсет. Примерно бәрі сияқты деп ойлаймыз. Короче, алдында сен 10 ролтынды, конечно, вообще бітіре алмадың негізі ше. Ол скидка қылайық. 10 емес, 7 болсын да. Кстати, достар, осы моментті айту кетейін. Мен Арманның ұтқанын қаладында сондықтан мен подписчиктерді сіздердің аттарыңыздан специально 7 ролтын жесін деген сияқты әңгіме айта салдым. И чтобы вообще Арман ұтсын деген оймен да. Сен 7-ін бітіре алатын шығарсың. 10 қылсай? 10 қыласың ба? А 10-ды да? Ничего себе. Ну ладно. Міне ролтындарды алдық. Онда бастаймыз ба? Бұл жерде Арман просто біз беріп тұрған скидкадан бас тарта салды ғой 10 деп. Басында не тұрған білмеймін, короче. Нет, Арман что-то біраз сен айтып отыр. Не деген? Мен өшім 10 штук жегін келмей қалып. 7 штук қалай берейік, брат? 7 штук? 7 штук, Оқты, подписчиктердің скидкасы ғой негізі ше. Айтқан типа аз қылып бересің ба, ана 10 штукты бітіре алмаймыз деп. Хотя арасында болған бітіреміз дегендер. Сен бітіре аласың ба? Астан комментке жаз кет. Біз бастайтын боламыз, кеттік. Все болды достар, жасап болдық. Мына қазір қандай ролтын болады екен. Базары. Кстати, достар, қалай ойлайсыздар? Осы 10 ролтынды, мысалы, Әділбекке айтсам, ол жей ала ма? Маған өте қызық болып тұр, так что Әділбекке тоже шыққан қаласаңыздар, комментке жазып кетіңіздер, Әділбекке де шықсыншы деп. Біз ақыры жалғастырамыз. Базар жоқ, брат, мен лапшаң бәрін жеймін, асқазан, бірақ сен маған оның орнына не бересің деген, просто алдында планшетімде кетті, одан бір. Соң бағасымен бірдей болмаса, сәл қымбатырақ бір зат берсең дұрыс болар еді деп ойлап қоямын. В общем, затты көргің келіп тұр ғой, менге? Уайымдама, сен планшетіңмен бағасы почти бірдей болады деп ойлаймын, не знаю, мынандай. Дұрыстап қара. Подписчиктерге де көрсетіп жіберейік. Түрі қандай? Түсіндің ба не екен? Яндекс. Сөйлесең істейді. Умный дом сияқты да, типа? Музыка қос дейсің. Светті қос дейсің, қосады, өшір. Кайфе? Иә. Тоқта, әкел. Қой енді сен тұғып алайын деп тұрсың да, әкші өткенсің. Аранды қара, емай. Қайттым мен. Бой, все, мне бір қазан. Дайынсың ба? Дайын. Жеп біте аламын деп ойлайсың ба? Меніңше бітпейтін сияқты. Білмеймін енді. Дәл қазір жазып көріңіздер комментке. Қызық болады, типа, бітіре алмай ма, білем. Меніңше ана затты ала алмайтын сияқты по-любому. Менікі. По-любому? Алиса, включи музыка. Деп отырам дейсің ба, иә? Сөйтіп отырам. Аяғы алмайтын сияқты меніңше. Тамай, потом ол менің үйімде отыратын сияқты меніңше, ше? Көреміз. Көреміз ба? Ондан қараш, давай көтер шылай. Бүкіл. Қара. Қараңыздар. Йо-майо. Аны бітір деген ой бар. Проблема ғой. Короче, мен ар жаққа жатып, мына жаққа келсем, примерно уақыт болды ау деп. Армик бұлай бітіріп тастаған. Басы жоқ. Тема. Красавчик, ё-моё. Мен ойлап тұрмын, қазір бір магазинге мадалға барып келейін деп жатырмын, так что Армик жалғастыра бересің ғой, сен не? Шеберем ғой мен дальше. Болды онда.
бірақ андай қулық жасап жүрмейсің ғой? Жоқ, қулық жасамаймын. Жақсы. Мен қазір бірден магазинге барып келемін. Осы моментте не үшін магазинге кеттің деген сұрақ келетін шығар сіздерде де. Мен, короче, Арманға вообще анан жеп бітіре алмайтынына сенімді болдым. Так что әдейіге магазинге шығып кетіп, и потом бір оны по-любому мусорға бір жерге тастап көзім жіберді да біразын. Потом барып енді еще көріп тұрсыздар, ол біразын жепті саған. Ол тырысты негізі. Мен байқап отырмын, ана жерде сотка шықпай отырғанда біраз уақыт отырдым да, и Арман сол уақытқа дейін жеп отыр деп баяғы айқайлап қояды. Енді прям жаным ашыды да негізі. Все равно тырысып жатыр да, и плюс мен планшетін сындырып қойдым ғой, так что соған прям екі ыңғайсыз жағдай болып тұр да, и соған мүмкіндік берейін деп сол үшін магазинге барам деп айттым оған, типа өзінің құлықтарынан жүзеге асырмасын деп. Андай болады апайларда да көшірмасын деп өтірік шығып кетеді ғой экзаменде, типа сол сияқты да. И қарғай көреміз жалғыз. Армик, че там Армик? Осынша қалды, брат. Еба, суы қайда ішіп алдың ба бірақ? Ішіп жатырмын да. Ема, бәрі мына жаққа сыйып жатыр ма? Сыйып жатыр. Ема, мына уже мынандай оқыған ғой. 2 айлық бала оқыған ғой уже. Ема. Ну енді мынау до конца бітпеген ғой Армик енді. Қайтеміз. Пойди уақыт болды уже негізі. Уақыт болғанда, брат, сен бұны бір жоға сен андай саналды деп бүйтіп санай сал сен. Жеп бітті деп санай сал. Примерно басталғанда мына жерде болды емес па, мынандай жерде. Ема. Бопты, санай салайық ша. Подписчиктер енді по-любому жаны ашып санай салайық деп айтады по-любому ше. Так что санай саламыз. Блин, бірақ Армик, что-то мынау енді қымбат қой, білесің ғой, қымбат екенін да. Что-то тағы да бір нәрсе істеу керек сияқты болып тұр да. Давай бетейік, 10 секунд берем. 10 секундта сен бананды жеп бітуің керексің. Қалай? Смело. Жігітше ғой. Смело. Вот 10 секундта жеп бітсең, мынаны берем точно. Беріп қойсай қазір қолымда. Еврейдің қаны ояна келді. Вот уже Армик бананды дайындады. И міне қолымда секунд таймер тұр. Давай Армикке мотивация болу үшін тура алдына былай қоқайық да, чтобы осыны ұтам деген сияқты мотивация болсын да сенде. И таймерді әкел. Давай, өзің дайындал. 1, 2, 3 дегенде бастайтын болам. 1, 2, 3. Кстати, осы кезде байқасаңыздар, мен специально таймерді бастамай тұрдым, чтобы Арман біраз уақыт үлгеру үшін. По-любому 10 секундта ол жеп біте алмайды да, так что мен біраз күтіп тұрдым. Давай, уақыт кетіп жатыр. Давай. Біттің ба? Точно? Сен аузыңда тұр ғой. Жеп біттім десең оны. Армик, сен жеп біткен жоқсың, по факту аузыңда тұрды ғой. Мен жедім ғой, брат, сен жеп бітір деген жоқсың ғой сен. Мен аузыма 10 секундта тықтым болды, мен ұттым, брат. Сен бітір деген жоқсың да сен, брат. Ол бұяқта менің өзімнің ошибкам болды. Ну ладно, болды. Ладно, өзім ұстақын алып қалам ба деп едім, ладно. Енді жақсылыққа енді нағылапсың деп ойлаймын. Құтты olsun. Құтты olsun. Осында жетістікке жете бер. Жақсы, давай. Жақсы. Кеп тұрасың ғой үйге? Кеп тұрасың ғой үйге, да? Жақсы, давай онда. Мен үйім ба міне? Енді видео осы аяқталатын болады. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнағанса обязательно лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Сіздер мәдеттейді болғанмен ерді. Осы уақытта көргендеріңізге үлкен рахмет. Бір таза, давайте.